Ассалаумалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметтей мамықтай жұмсақ бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаймыз. Келесте менің рецепттерім сіздерге шығып тұратын болады. Қараңыздаршы, міне, бір жасағаннан осылай шығады. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Ең алдымен бізге қажетті заттар: ұн, ашытқы, сұйық май, тұз, майонез, қант, жылы сүт, жылы су қажет болады. Ең алдымен ашытқымызды көтеріп алу керек бізге. Сол себепті ыдысымызға кішкене жылы су мен кішкене жылы сүт және ашытқымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз да жылы жерге 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Сол кезде сіздердің ашытқыларыңыз бірден көтерілу керек. Егер көтерілмей қалған жағдайда, онда ашытқының мерзімі өтіп кетуі мүмкін. Егер көтерілмей қалса, онымен қамыр ашытпаңыздар. Сіздердің қамырларыңыз ашымай қалуы мүмкін. Енді опорамыз дайын. Біздің оған жылы сүтті құйдық, жылы суды құйдық, тұзды салдық, сұйық майды және майонезді саламыз да бәрін жақсылап араластырамыз. Мынандай түбінде қалып қалады ғой, соларды толығымен салуға тырысыңыздар. Оның бәрі граммен өлшенгеннен кейін, граммен жасалып жатқаннан кейін бәрі өлшеніп, рецепт дұрыс шығу керек. Сол себепті сондайға мән беріңіздер. Енді бәрін араластырып алдым жақсылап. Бірінші осылай бөліп, қасықпен, кез келген затпен осылай араластырып аласыздар. Араластыру кейін қиындай бастаған кезде қолмен илеп қамырды илеуді бастаймыз. Міне, қамыр өзі өте қатты, сұйық та болмау керек, өте қатты да болып кетпеу керек, орташа жұмсақтықта болу керек. Сондықтан мен мына құрамына ұнды жазып кетем ғой, сол кезде жетпей жатса, кішкене қоссаңыздар болады. Себебі ұнның тығыздығы әр кезде әртүрлі болады. Жоғары сұрыпты ұнды таңдаңыздар. Міне, ең соңында осылай илеп біткеннен кейін сұйық майды жағасыздар да жылы жерге қойып қоясыздар. 1 сағат 30-40 минуттың ішінде кейде ашып кетеді. Ол сіздің жаңа ашытқыңызға байланысты. Міне, менікі 40 минуттың ішінде ашып шықты. Қараңыздар, қалай көтерілген, керемет боп. Міне, ұстасаңыздар да байқалады. Сондай нәзік, жұмсақ қамыр ғой. Түрінен өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Міне, қолмен ұстаған кезде кішкене жабысатын болады. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Ұнның көмегімен ұнды көп те сеппейсіздер. Өздеріңіз байқайсыздар, қатты жабысып жатқан жағдайда осылай күлше қылып илеген кезде кішкене ұн қосып осылай илеңіздер. Міне, менен осылай 3 күлшені жасап алдым. Енді осыны қазір сіздердің үйлеріңізде, мысалы, дастарханның үстінде жасап атасыз ба, кез келген нәрсеге кішкене сұйық майды құйып жібересіздер. Көп емес, енді кішкене ғана. Соның бетіне жаңа қамырда келесіздерді. Мен оқтаусыз қолмен ақ жая салдым, себебі қамыр өте жұмсақ. Міне, қараңыздар, басқан кезде байқайсыздар, міне, жұмсақ. Осылай өздеріңізге қандай бауырсақ ыңғайлы. Мысалы, сіздер іші бауырсақтың толып тұрған қаласаңыздар, кішкене қалыңырақ қып істесеңіз болады. Егер орташа қаласаңыздар, онда орташа кішкене қалыңдығын. Солай. Мен мысалы осылай домалақтадым, бір жартысын, келесі жартысын 4 бұрыштығып кестім. 2 бөлікке бөлдім. Міне. Сондықтан өздеріңіздің қалауларыңызша, міне, осылай бөліп алдым. Енді осыны 5-10 минутқа жауып қоясыздар. Майымызды қыздырып, бауырсақтарымызды пісіруді бастап кетеміз. Екі жағын аударып, кезек-кезегімен сарғайтып, қызартып, әдемілеп пісіріп алыңыздар. Майды бірінші қыздырып аласыздар, кейін орташа отқа қойып қоясыздар. Қатты қызып кетіп, бауырсақтарыңыздың ортасы піспей қалып жүрмесін. Енді ол сіздердің бауырсақтың қалыңдығына да байланысты болады. Өстіп бауырсақтарымызды пісіріп аламыз кезек-кезегімен. Міне, әдемі болып жатыр ғой. Көтерілгеннен ақ байқап отқан шығарсыздар өздеріңіз. Бір жасағаннан шығады, осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Міне. Енді осы бауырсақтарымызды аламыз. Міне, қараңыздар. Міне, дайын болды. Бәрін кезек-кезегімен пісіріп алдым.
Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Осы рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Міне кереметтей болып шықты.